қайда барасың? Туысымен татулы, жаман сөз жоқ шатулы, ынтымақты үйге барамын деп Қаблиса жырлағандай бесіктің берекелі болуы әйелден. Эфирде біздің үйге қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әсел Акбарова. Мүмкін менің әпкемнің өзінің жақсы көретін сүйікті ісі бар шығар, бірақ ананың бақыты ол отбасы. Бірақ бұл сабақты нашар оқысын деген сөз емес. Осы айтылмайды. Қыз тәрбиесі деген көкем, ол тек сабағыңды жақсы оқы, үйірмелер, онымен шаруа бітпейді. 7 қызы бар үйге келін болып келе жатыр. Жылып жейтін шығар болар мен деп. Сонда қорқынышпен келген. Диплом арқылы, қызмет арқылы біреу боласың демеу керек. Сен адам болшы жаным. Ешкім болмай-ақ қой, бірақ адам болшы. Баламызды осылай тәрбиелеуіміз керек. Сол тәрбиесіз қыздар, сен қалай тәрбиелесең де тәрбиеліге берілмейді. Өйткені сәби кезінде тәрбиеленбеген нәрсе болмайды. Өйткені оның қанында жоқ, оны сондай әке-шеше тәрбиелеген. Тағдырыңызға өсектің әсері болды ма? Сонда мен ауылда жүріп қыз тапқанмын ба жаңағы? Бірінші бөлмеміздегі Гүлім ханыммен таныса отырайық. Қош келдіңіз. Саламатсыз. Үшеуін бірге ала келіпсіз. Қыздарыңыздың есімі білсек. Мадина. Мөлдір. Және кішкентай Ажар. Ажар. Мадина, Мөлдір, Ажар. Есімдері сияқты өздері де әдемі қыздар екен. Қош келдіңіздер. Қыздар тәрбиелеу қаншалықты оңай немесе қиын сіздіңше? Әлі онша біліп жатқан жоқ, бұлар әлі кішкентай. Сонда да бір мінез көрсететін шығар, білдіретін шығар. Біздің екінші қызымыз Мадина, тік мінезді, барлығын бетке айтып. Бірақ соған қарамастан, бірақ тәртіпті өздерінің сана сезіміне байланысты балалардың. Артық кетпейді деңіз. Жалпы тәрбиедегі ұстанатын қағидаларыңыз бар ма? Тәрбиеде ұстанатын қағидалар текке бос жүрмеуі, сол үйірмелерге қатысады, мектепте домбыраға қатысады. Бос уақытын қалдырмау, яғни. Бос уақытында сабақтарын оқиды, және емін-еркін бір мезгіл ойнайды. Бала болғасын. Қыздарыңызбен ара қатынасыңыз қалай? Және өзі ара қатынасы қандай? Ара қатынасым жақсы, ештеңені жасырмайды, барлығын айтып береді. Үлкен қыз кішкене жасырса, кіші қыз біраздан кейін өздері бәрін жайып айтып береді. Мөлдір құпия сақтайды дейсіз ба? Шамалы құпия сақтайды, 6 жылға. Неге мамамызға бәрін ашып айтып бермейміз, Мөлдір? Себебі мен мамамнан қорқам. Енді Мөлдір үйдің тұңғышына жауапкершілік енді көп артылады. Оның барлығы түсінікті, енді сізге көбірек ұрсатын да шығар, оны өзіміз де білеміз, қыз тәрбиелеп отырған. Бірақ сонда да қорқып жүресіз ба? Сырыңызды аша алмайсыз, иә? Жоқ, барлығын айтады, но бірақ кейбірде арасында. Негізі көбінесе сырласады, барлығын айтады. Кішкентайлар бір нәрсе бүлдіріп қойса, жасыратын кездері болады ма? Мөлдірді. Шамалы уақытқа дейін жасырады, мысалы, бір-екі күн жасырмайды, бір жарты сағат, одан кейін уже барлығы жария болады, мысалы, оған ұрсып нетпейміз, бала болғасын бәрі болады. Мадинамыз біздің ашық, е? Бұл ашық. Бұл бәрін айтып береді сонда, жеткізіп. Мөлдір үйтті, Мөлдір бүйтті деп, е? Олай емес па, Мадина? Араларыңда құпиялар бар ма? Мамаға айтып айтын. Біздің арамызда құпия жоқ. Татусыңдар ма? Татумыз. Ұрсасыңдар ма анда-санда? Енді кейде ұрсамыз, бірақ Неге таласасыңдар сонда? Кейде біз сабағымызды оқимыз деп, Ажарды қарауға соған. Сен қара, жоқ, мен қара деп. Мен қарамайым, мен қолым тимейді деп. Енді арасы бір жас қой. Е? Арасы бір жас. Тетем, неге тетенің арасында бәсекелестік болады, дұрыс айтасыз. Жаңа Мөлдір айтып кетті ғой, мамамнан қорқамын деп. Сонда сіз қыз тәрбиесіне қаталсыз ба әлде? Қыз тәрбиесінде қатал емеспін, баратын жеріне барады. Туған күндерге де барады, бүкіл жерге барады, үйірмелерге де қатысады. Тек, мысалы, керек емес деп ойлайды. Мысалы, мамама айтып керек емес деп ойлайды, мысалы, бір нәрсені. Өзіңізге көмектеседі ме қыздарыңыз? Көмектеседі. Ыдыс жуысып? Көмектеседі. Екеуі де көмектеседі. Қандай міндеттер бар үйде? Үйде ең басты міндет сол сабақтарын оқу. Ажарға қарау? Ажар балабақшаға барады. Сабақтарын оқы деймін. Келешекте журналист. Ыдыс жуады ма қыздарыңыз? Жуады. Қайсы журналист болғысы келеді? Мен.
Екеуі де болғысы келеді. Мінекей, журналистика мамандығының қиын жақтары да бар енді әрине. Оны өзіңіз уақыт-уақытысында көресіздер, білесіздер. Мінекей, мамаларың көп жағдайда өздеріңе қандай ақыл айтады? Тәртіпті болыңдар, ақылды болыңдар деп ақыл айтады. 3 қызыңыз болашақ ана, болашақ жар, батысқа еліктеп кетеді ме деген қорқыныш бар ма сізде? Ондай қорқыныш онша жоқ. Тәртіптеріне байланысты, сана сезімдеріне байланысты. Сарапшыларға сөз берейік. Қымбат ханым, бүгін біздің қонақта қош келдіңіз. Ақыл айту бір басқа. Жаңа көрдіңіздер ме, періште, менің мәңгілік тақырыбым, 35 жыл өмірімді ел баласының тәрбиесіне берген, осы ел баласының ойдағы, қырдағы, ел баласымен қоян қолтық араласқан адам ретінде, мен үшін ең адал пікір баланың пікірі. Өйткені бұл бала деген патшалар, бұлар біз сияқты, үлкендер сияқты саясатыңды білмейді. Біреуге ұнайын, біреуге ұнамайын, мен туралы біреу не деп отыр деген сияқтанған рөлдерге түспеген бұл кісілер. Жүректері қандай адал, сол беттерінде іші де, сөзі де, бәрі көзі де, өзі де адал балалардың жаңағы әңгімесін тыңдап отырмыз. Қазір қыз тәрбиесіне қатысты, бала тәрбиесіне қатысты әңгімеде анасының қасында отырған қыз балалар, әңгімені былай бастаса деп армандағам. Мен анамнан көп нәрсе үйренемін. Мен ине сабақтау білемін. Сөгіліп кеткен жерімді тіге аламын, соны анамнан үйрендім. Әйтпесе, мен үйді әдемілеп жинауды білемін. Әйтпесе, мен кірді ашып жууды, қазір өзімнің әлім келгенше ақ кірді ақ қылып, қара кірді қараменен, бояулы кірді бояуменен бұлай бөлек сұрыптап жуаламын. Осы айтылмайды. Қыз тәрбиесі деген көкем, ол тек сабағыңды жақсы оқы, үйірмелер, онымен шаруа бітпейді. Біздің бүгінгі қоғамдағы қыз баланың тәрбиесінің ақсап жатуы көкем. Ең бірінші, қыз бала үйренетін үй түрлігін, өзіңнің жеке басыңның тазалығын. Әлде де уақыт бар ғой алда? Жоқ, Құдай қаласа. Мен өтіп кетті деп отқан жоқпын. Үйретеді анасы. Жоқ, мен өтіп кетті деп отқан жоқпын. Неше жастан бастап сонда қыз, кішкентай қыз қолына инемен жіп ұстау керек? Жинайды. Мен саған сені кінәлап отқан жоқпын. Жалпы біздің қазіргі қазақтың тәрбиесіне алаңдаушы адам ретінде менің арманымды айтып отырмын. Бала кезінде сені көріп өскенің, бала кезінде біліп өскенің, қайтсең, сен кім бол? Уақыты жоқ адам бол, басшы бол, тағы бірдеңе бол. Кішкентай кезінде көрген дүние тасқа қашалған жазу сияқты сенің сана мен миыңда тұрып қалады. Мысал үшін, әжем марқұм ешқашан ер адамның киімін ол ақ болды, қара болды екен деп, екінші өзінің ақжаулығынан кейін атамның ақ жейделерін жумайтын, ер адамның киімі деп бөлек жуатын, бөлек ілетін, бөлек жаятын. Осының өзі имандылық жағынан қарасаңыз да, ұлттық, дәстүрлік адамгершілік жағынан қарасаңыз да, сіздің бала кезіңіздегі алған тәрбиеңіз болып шығады. Рахмет, қымбат ханым. Әрине сөзіңіздің жаны бар. Көбінесе қазір аналар қызымыздың бұл жерді тесіп шыққанын қалайды, мансап болғанын қалайды, қызметте болғанын қалайды. Бірақ, сол болашақ жар, болашақ ананы тәрбиелемей отырмыз. Тәрбиелемей отырмыз. Ақ келінді тәрбиелемей отырмыз. Бақ болатын келінді тәрбиелемей отырмыз. Ал біз қызымызды түгел жұлдыз қылғымыз келеді. Көкем-ау, жұлдыз дегендері өзі жаратылыста, анау аспанда, ал жерде қолдан жұлдыз жасап керек жоқ. Ал нағыз тәңірден талант берілген, дарын берілген адам, ол жаңағы 40 тірліктің ішінен, 40 жұмыстың ішінен бәрбір талантын көрсетеді. Бәрбір өзінің жарқыраған, тәңір берген жанының жарығын көрсетеді. Сондықтан біздің қазақ ата-аналары қызы бақытты болсын десе, ертең қызы жақсы ана болсын десе, өздері бір құда-құдағиына сүйкімді болғысы келетін болса, жақсы солардан жиен көргілері келетін болса, немере деген сөзге мен қарсымын. Қыздан немере көрмейді ата-ана, қыздан жиен көреді. Соны көргілері келетін болса, қызын қыз сияқты қылып, жаңағындай орны менен кәдімгідей тірлікке жасына лайықты, өзінің түсіну қабілетіне, қабылдауына байланысты үйрету керек. Гүлім ханым, келісесіз ба? Келісем. Қыздарыңызға не үйретіп жүрсіз осы бастан?
Осы бастан қазір үй жинайды, киімдерінді жуады. Мектеп оқып жүргенде нан пісіріп, сиыр сауысып көмектестім үйге. Носки тоқитынбыз, қазір енді ондай Енді тоқымаймыз. өзіңіз тоқитынсыз, қыздарыңызға үйретпейсіз ба тоқуды да? Тоқуда Онда Өнер ғой ол. иә, тігін машинамен тігеді. Мектепте де тігеді. Ертең журналист болған қалаймыз дейсіз. Енді өздерінің де қалауы болып тұр ғой. Шығармашылық кітаптарды оқиды. Тілшілердің отбасына деген сосын уақыттары болады ма деген ғой арасында сөз салып. Оны білмеймін, әйтеуір өздері сол мамандықты болғысы келеді. Жақсы жаным, талаптарыңа нұр жаусын. Жарайды, рахмет. Жақсы жаным, жақсы. Жанашырлықпен айтып жатырмыз жаным, көңіліңе Аға, ауыр дұрыс, жоқ, келсем. Қамар сұлу, сіз 7 қыздың біреусіз. 7 қыздың 3-шісімін ғой үйде. Тату болып өстіңіздер ма? Екеуден бірігіп алып, дос болып, үлкен... Екеуден бөлініп алдыңыздар ма? Кішкентай күнімізде екеуден дос қыздар сияқты. Үлкен әпкем мен екінші әпкем, Ботагөз бен Сайбира дос болса, мен Жазира дос болдық. Жазира Байырбекованың әпкесі. Бір жас үлкен әпкесімін. Содан кейін, Жазирадан кейін Назира мен Аққал деген сіңілім екеуі дос. Сосын Ұлдан деген қыз өмірге келді да, одан кейін ұл туылды. Алдымда бір ағам бар, менің алдымда. Енді қазірде сондай ма жағдай? Жалпы қыздардың достығы өте керемет, жақсы болады екен. Жазирамен бірге кішкентай күнімнен енді дуэт болып, Жанботқа қосылғанша дуэт болып ән айтып жүрдік. Жазира бір дуэттен басқа дуэтке көшіп кетті ме сөйтіп? Иә, енді өзі де қазір хабарлап жүр ғой. Қызғаныш болды ма сізде? Қызғаныш болған жоқ, өйткені мен олардың әпкесімін. Жазираның да, Назираның басқа сіңілдерін бәрінің ұйымдастырушысы мен болған басында. Аудандық концерттер ұйымдастырып, бәріне бірде киім тіктіріп, сценарийін жазып, өзім оларды сахнаға шығарған. Бір жас кіші болса да, олар мен, Жазира да бәрі мені тыңдайтын. Сондай жол нұсқаушы болдыңыз ғой сөйтіп. Жол нұсқаушы болдым. Енді қазір өздері де мойындап жүр, біздің ұстазымыз деп, Жазира да, Назира да. Назираны да шығармашылыққа баулып, өзім оқыған университетке апарып, журналистикаға түсірдім. Мені Жазирамен салыстырады, қайда жүрген. Оны сіз жақтырмайсыз ғой, иә, салыстырған? Салыстырса, маған түк те әсер етпейді. Өйткені мен өзімнің еңбегімнің жемісін бірінші көріп алдым. Жазира танымал болды, Назира да кітаптарын жазып, ол да Қазақстан жаңа журналистерінің қайраткер атағын алды. Ол да сондықтан мен ешқандай реніш жоқ, қуанамын. Сондай пікірлерді бірақ естіп жүрмін қазір көбірек. Қайда жүрген, дауысы ұқсайды. Қарсы болғандар да болды. Осы сөздер араларыңызға іріткі салмай ма? Ірткі салмайды. Негізі Жазира мені өзі кішкене танымал болып аяққа тұра бастағаннан кейін маған қолдау көрсеткісі келді. Продюсер болғысы келді. Бірақ мен ешқашан оны тыңдамаймын, сіңілім ғой. Ол айтқан ақыл маған түк қонбайды. Ки деген киімді кимеймін. Мен Түркістанда оқығам. Шалбар кимейтін. Мүмкін мықты продюсер болатын шығар, қайдан білесіз? Мен білмедім. Сонымен Жазираны барам үйіне қонаққа, мынаны киім, бірнеше киімдер береді. Керегі жоқ, киімімді бәрін тастап теріс кетіп қалам. Сөйтіп жүрген кезімде, осы Астанадан бір бенефис шоу бағдарламасында бір жігіт продюсер, сол кісі, мен сізді өзім қарамағыма алайын, шығармашылығыңызды дамытайын, келісесіз ба деді. Содан сол продюсермен жұмыс істегелі, қазір жақсы. Сонда сіңліңізден гөрі ана жігіт жақсы болып шықты ғой, продюсер болып. Сіңілімді мен түсінгенім, туған бауырыңның айтқан ақылы әсер етпейді. Сырттан біреулер айтсам, әсер ету мүмкін екен. Соны көзім жетіп, кейін Жазирадан кешірім сұрадым. Неге? Мен сені қаншама жыл шаршаттым ғой деп. Ал жеңгелеріңізге немесе келіндеріңізге бір күн бермеген күндеріңіз болды ма? Сәттеріңіз. 7 қыз бандасыз ғой. Бізде ағам өте кеш үйленді, 30 жасында. Ол кезде үйде ешкім жоқ, бәрі кеткен, өз жолдарымен. Ол түскен күннен бастап өздері өмір сүріп жатыр, ешкім араласып. 7 қайын сіңлісі бар екен. Келінім түскен кезде сондай қорқынышпен келіпті үйге. 7 қызы бар үйге келін болып келе жатыр. Жылып жейтін шығар бұлар мен деп. Сондай оймен келді, бірақ қазіргі күнге дейін толық біздің семья жаңа жанұямызға сіңіп кетті деп айта алмаймын. Әлі үйреніскен жоқ деп ойлаймын. Өзі бір үйдің жалғыз қыз екен,
ойлайды, жаңа 7 қызы бар үйге келін болып келе жатырмын деп сондай қорқынышпен келген, әлі де қатты нық араласып кеткен жоқ бізге. Олар да өзімен өзі тұрады, ешкім араласпайды. Анам үлкен ағаммен, жеңгеммен тұрып жүр бірге. Жарайды, рахмет. Екінші бөлмемізге көшейік. Қош келдіңіздер. Қалыңыз қалай? Жақсы. Кенде аға, Күлән апай, сізде қыз жігіт тәрбиелеп отырсыз. Қыз тәрбиесінде қандай қағидаларыңыз бар, біз білсек? Енді қазақта данышпан айтқан ғой, мынау баланы туғызамыз, бірақ мінезді туғызбаймыз деп. Сол сияқты үш қыздың үш мінезі өзінше, ерекше. Ол жаңағы айтып жатқан мынау үй шаруашылығына ол дұрыс жалпы үйрету керек. Ол тәрбие болу керек. Ұяда не көресің, ұшқанда соны істейсің дейді. Жаңа мен балалардың несіне қарап отырып, тамсанып отырмын. Бұл жақсы. Кейбір балалар анасыз осындай өсиет, үлгілі сөздерді естімей, тәрбиені көрмей жатқан балалар көп. Соған зәру десеңізші. Соған зәру. Міне біз кішкене осы теледидарларыңызға рахмет. Осы мен ойлаймын, бір 15 жылдай уақыт біз жіберіп алдық арасын. Соны ертерек бастасақ осы тәрбиені. Біраз балаларды, біраз нелерді қорғап қалар ек. Қазір теріс жолға түсіп жатыр, басқа да бір жағдайларға кетіп жатыр. Осының бәрі ақыл айту керек, көрсету керек өздің. Жаңағы біз осы үш қызымызды өкінбейміз, ұлды да тәрбиеледік. Қазір бәрі қызметте, оқуын бітірді, мақтаныш санаймыз. Осындай біз дүниеге әкелгеннен кейін ол бала гүл сияқты, ол жеміс беру керек. Қыздарыңыз бір-бірімен тату ма? Тату, бір-бірімен тату. Мына демалыс күні жиналып, бәрі бір жерде отырады. Барлығы үйге жиналады. Бір демалыста барлығы үйге келеді, үйде балаларменен жаңағы. Келіспеушілік болатынды шығар араларында. Сол кезде сіз араласасыз ба? Жоқ, онда келіспеушіліктердің араларында болған жоқ. Енді балалық шағында мүмкін не болған шығар. Біздің енді ортаншы қызымыздың айтып отыр ғой, жаңа әкесі айтты ғой, өмірге келуге туғызады екенбіз, мінез бермейміз. Ортаншы қызымыздың кішкене мінезі тіктеу. Соттық мінезменен үлкен қыз бауырларын садикке апарып, балабақшаға өткен екеумізде нәркім үшін жұмыстамыз, осы балабақшаға алып барып нет десек, кіші қыз, ылғи мен ортаншы қыз не қып кететін. Мен бүгін ол өте активист болды да, мектепте бүгін менің ана нем бар, мынауым бар дейді, үлкен қызға сілтеп қашып кететін. Но бірақ ондай енді несі емес, қазір бір-біріменсіз тұра алмайды. Аға, енді әкесінің жақындығы жездеде ақ деген сөз бар қазақта. Сіз қыздардың тәрбиесіне тікелей араластыңыз ба, әлде бәрін Күлән апайымызға тапсырдыңыз ба? Жоқ, араластым. Кей уақыттарда мен сабағына да бірге отырып, кейде бір теледидар, киноға барып келсе, театрға барып келсе, әңгімелесіп, бұлар кішкентай кезінде Алматыға апарып, сол кезде үлкен нелерге апарып, театрларға апарып, даже ресторанға да апарып, қалай отыру керек, қалай жүру керек. Бән соны үйреттіңіз ба? Үйреттім біз. Сол қыздардың арасында мен бөлмедік. Анасы шамасы келгенше бұл өзінше үйретті, мен өзімше үйреттім. Жаңа қымбат ханым айтып өткендей, жақсы дүниелер айтылды ғой. Қазіргі кезде біз көбінесе болашақ ана, болашақ жарды тәрбиелемей отырмыз. Келісесіздер ме? Келісеміз. Қыздарыңызды неше жасынан бастап жұмысқа араластырдыңыз? Балаларымызды мен де айтсақ ертерек өткені. Мен 5 жыл жүрмей қалғам. Ауырып 5 жыл жүрмей қалдым. Қарайласты ғой. Сонда балаларым, қыздарым мынаған көмек беріп, жұмыста қалып, сол жұмыс кесіп, қиыншылықты көрді. Оны айтпаймыз, олар көрген жоқ деп. Ерте біз жұмысқа ерте бауладық. Ерте бауладық. 11-де өтіріп кеткеннен кейін де, оқуға түсіп келгеннен кейін де, оқуларының бабына қаратай, біз оларды каникул кезінде отырғызғамыз жоқпыз үйге. Қазіргі балалар ақша іздеп не қылады ғой. Біз оларға сен сол еңбегіңді, қазір оқып атқан еңбегіңді барып, жұмысын барып көр. Көмектесіңдер ана жұмысты. Ертең сендер жұмысқа шыққан кезде ол қайдан алып жатыр? Сендер үйрететін адам болмайды, сондықтан біліп алыңдар, үйреніп алыңдар деп жұмысқа ерте бауладық балаларды. Осы жерде тағы да бір айтатын нәрсе, осы бала тәрбиесіне қатысты, әсіресе солардың ағайын мен туыстың жаңағы әрқайсының өзінің орнын білу үшін бізге міндетті түрде мына үлкендер тек қана бірге туған ұл қыздарды ғана жақындастырып емес, ағайын мен
туыспен тату болудың, солармен жақсы араласудың мына балаларға берілетін үлкендердің үлгісінде шек жоқ, шек жоқ. Мысал үшін, менің балам Алматыда туған бала. Егер сол мен қатарлы, сол кездегі менің достарым сияқты, ой, ауылда не бар, ауылда дәрумендер жоқ, бірдеңе жоқ, күтім жоқ, кешке жуынбай жатады, балаларын жазғы демалыста ауылға жібермейтін. Ал мен жаңа баланы 3 жасқа толған күннен бастап әрбір жазы бақшасынан алып, одан кейін мектеп оқушысын мектепте оқып жүргенде бүкіл жаз бойы ауылда болғыздық. Сол ауылға барған менің баламның ауылға деген қамқорлығы, жанашырлығы, анау Англияда оқып, анау Америкада оқып жүрген кезінде сол жақта жүріп атасы, әжесі, бауырларына деген сәлемдемелері, солардың көңілін қуантуы, енді қазір күні бүгінге дейін ауылда мынау жоқ қой, ауылда мынау ауылға керек қой деп жанашып отырады дейміз. Кәдік күндей өзінің табысынан, еңбек ақысынан ауылға арнайы бөліп, ауылдың қамын ойлап жүреді. Біз әсіресе қаланың балаларын, мына ақсаусақтарды бәрі үйіне кіріп тұрған, дап-дайын, салулы төсек болса, салқын үй жатып ішкен жақсы екен демекші. Ылғи осы дайынға ғана біз қазақ балаларымыздың көзін соған үйретіп аламыздағы. Содан кейін ертең балаларымыз тура маған осы мына көрсеткен жақсылығыңды ылғи көрсете бер деп, ата-анадан ылғи бірдеңе дәметіп, бірдеңе тіленетте тұрады. Ата-анадан өзінің кәдімгідей еңсесін көтеріп, иығын көтеріп, бұны мен істей алам ғой. Енді мына жерде мен көтеріп жіберейін деп, бір бел қайсатын дүниелерді ер балаларымыз көтеріп кете алмайды. Қыз балаларымыз бір қиындыққа кәдімгідей осы қолын былғанады ғой, ол жуылады ғой демейді. Міне осындай жалқаулық, осындай еріншектік, ақсаусақтық, және соның сыртында ана ауылдың адамдары, олар бір келе қалғанда солардың киіміне қарап, үстіне қарап, солардың жаңағындай соларға кішкене менсіп қарайтындығын мен ауылға бармаған өзімнің бауырларымның балаларынан да, ауылға бармайтын достарымның балаларынан да жиі көрем. Мен сіздердің әңгімелеріңізді тыңдап отырып, әңгімелеріңізді ойлап отырмын да, барлық қазақтың отбасы сіздердей сияқты балаларын тәрбиелемейді. Оны мен өзім білем, жылда көріп жүрмін. Институтқа, университетке балалар қабылдаймыз ғой. Сонда қандай қыздар келеді, қандай ұлдар келеді. Тәрбиелі ұлдар келеді, тәрбиесіз ұлдар, тәрбиесіз қыздар келеді. Сол тәрбиесіз қыздар сен қалай тәрбиелесең де тәрбиеліге берілмейді. Өйткені сәби кезінде тәрбиеленбеген нәрсе болмайды. Өйткені оның қанында жоқ ол. Оны сондай әке-шеше тәрбиелеген. Ол әкенің, әке-шешенің әке-шешесі солай. То есть оны гені дейді. Тұқым. Жоқ, жалғыз тұқым емес ол. Кішкентай күннен көріп өспеген ғой. Тексіз дейді ғой, тексізді дастархан басына отырғызбайды екен, төрге шығармайды екен. Ондай балалар да келеді оқуға, сондай қыздар да келеді. Соны қалай тәрбиелесең де ұрсасың, былай да айтасың. Соны қазір енді былай сұрастырып жүресің ғой, сол бала қайда барды екен, қайда жүр. Түбі сол баладан ешкім шықпайды. Қысқасы, ата-ана баланы тек қана сен анау боласың, мынау боласың деп, анау бір диплом арқылы, қызмет арқылы біреу боласың демеу керек. Сен адам болшы, жаным. Ешкім болмай-ақ қой, бірақ адам болшы. Сенен адамдықтың иісі, кісіліктің иісі шығып тұрсыншы, жаным деп біз баламызды осылай тәрбиелеуіміз керек. Қарақат, сіңіліңіз, сіз енді өнер жолға алып келдіңіз, сіздің қолыңызда өсі деп айтып өттіңіз. Қазір өміріне араласасыз ба? Мен Қарақатты өте кішкентай кезінен бастап, есімін Қарақат деп қоюдан бастап, оның гүл, дап-дайын гүл көрген көздің бәрі шіркін, ай, менің бір қызым болса ғой, әйтпесе жас жігіттер болса, менің жарым болса ғой дейтінде бой жетті. Сол бой жеткен кезінде мен оған кәдімгідей түсіндіріп айттым. Қақат, қыздың жолы деген өте жіңішке жол екен. Ол жіңішке жолдың бір кішкентай шатассаң, бүкіл өмірдің шатысып кететінін, ол жолды сенің ақтап, оны ағартып ала алмаудың мүмкін екендігін көзіне жеткізіп айттым. Күйеуімнің ақшасы, менің ақшасым, біз киім киген жоқпыз, Қарақатқа киіндірдік, сөйте жүріп,
уақыты менен сағаты менен қызды былай қылып тұрып ұстадық. Соны енді айтайын дегенім. Сосын мен бірақ тұрмысқа шығарды оған айттым. Мен саған 1 жыл уақыт берем дедім. Сенің ең әдемі кезің 20 жаспен-да, сен елге арман қалпыңда тұрмысқа шығасың. 1 жылдың ішінде сен маған кімге тұрмысқа шығын келетінді айта қой. 3-ші курс оқиды консерваторияда. Сөйтсем маған дейді, сіз бәрі мен айтқан адамға бермейсіз дейді. Сөйтсем осы қыдырәлі көрінеді. Сосын мен айттым, сен шыныменен жақсы көріп, сонымен бүкіл өміріңді Қыдырәлімен өткізгің келе ма? Кәдімгідей Қыдырәліге тұрмысқа шыққың келе ма дедім. Кәдімгідей шын жүрегім. Иә деді. Сосын мен айттым, ендеше дедім. Ендеше айналайын. Мен рұқсатымды бердім. Мен қолдан заттым. Айналайын. Барлығысын кіп-кішкентай боп алып, жап-жас боп алып, өзі отбасының бақыты үшін күресіп, тамаша боп кетті. Ал мен әлі күнге дейін ешқашан араласпайсыз. Андай отбасылық тірліктеріне шұқылап араласпаймын. Ештеңе оларға ауыр салмағымды түсірмеймін. Мен жүрген бір қонақпын. Неке, керемет. Қошеметтеріңіз. Рахмет. 3-ші бөлмемізге көшейік. Жаңа қыз жолы демекші, қымбат ханым. 3-ші бөлмемізде ардақты біздің қонақтарымыз. Қош келдіңіздер. Қыз жолы телехикаясының бас кейіпкерлері Гүлшат, Майра, Ақерке. Өмірде Баян, Бану, Айнұр. Танысып қойыңыздар. Өте мағыналы, тәрбиелік мәні бар сериал деп айтсақ болады. Мен де өзім 5 сериясын көріп шықтым. Өзіме ұнап жатыр, халықтың да көңілінен шығып жатыр. Неліктен деп ойлайсыз? Енді бұл өмірде бар жағдай, кейбір адамдардың басынан өтіп жатқан жағдай. Бұл кейіпкерлер аспандағы айдан сап жүрген жоқ, кәдімгі әйел бақытын, отбасы бақытын армандап, қоғамға өзінің пайдасын тигізгісі келіп. Кәдімгі қарапайым адамдар сияқты өмір сүріп жатқан кейіпкерлер. Ал сіздің кейіпкеріңіз, Гүлшат ханым, үйдің үлкені, өзінен жас жігітке тұрмысқа шығыпты, бала босанбапты. Иә, жас жігітке тұрмысқа шыққан, бірақ ол ешқандай есеп қисаппен емес. Ол басында ол жігіт те шынайы сезіммен, арасында махаббатпен үйленген. Біраз карьера қуалап кеткені рас Гүлшаттың. Кейбір сәттерде сіңілеріне қол тимей қалып, қоя тұр. Сосын, ертең, арғыны деп ысырып қоятын сәттер бар. Енді жұмысында келсек, Гүлшат перзентханада жұмыс істейді, яғни әйелдерді босандыру, дүниеге сәби әкелу. Ол да былай қарасаң енді бір басқаларға сәби сүйді көмектесе отырып, өзі жаңағы бала сүймей отыр дейміз, е? Енді жаңағы неге жұмыс басты дейтін жағдайда деген сұраққа жауап беретін болса, ол енді жаңағы толғағы келіп тұрған әйелге сен тұра тұр, мен үйге барып келейін деп айта алмайсың ғой. Сондай тығыз шаруалармен жүріп, екі сіңілісіне кейде қол тимей қалатын кезі болған. Ал неге сәбилі нәрестелі болмаған себебі, енді ол бұйырмаған бақ. Әйтпесе бір уақытын созып алып, немесе бір белгілі себептер жоқ. Міне бір үйден шыққан қыздар, мысалы, кейіпкерлерді айтып отырмыз, апалы сіңлі, Гүлшат, жұмыс басты әйел, Майра, сүйікті жар, аяулы ана болып отыр, бала тәрбиелеп отыр, отанасы болып отыр. Сосын бізде Ақерке, жап-жас қыз, бәрі де алда дейік, бірақ сонда да біраз қиыншылық көрген қыз. Майраға тоқталайық. Майра өзінің өмірін отбасына арналған, өзінің сүйікті жары бар, бала-шағасы бар, және де өзінің әпкесіне, сіңлісіне бауырмал ретінде өте бауырмашыл әйел, өзінің балалар болғандықтан оның жүрегі жылы, әйелге тән жылылық бар да көбіне. Отбасым, ошақ қасып, сен осы жұмысыңды қойсаңшы, отбасын, бала-шағаны сүйін керексің, балалы болуың керексің деп әрдайым айтып отырады. Ақерке де сіңлі ретінде жылы сөз айтып, жылы қабақ білдіріп, сондай шырылдап жүретін ананың кейіпкері менің ойнайтын Майра. Қазіргі өмірде кездеседі, онда аналар өте көп, өзіне көңіл бөлмесе де жан-жағына қарап, сіңлім, бауырым, баласына өте көп уақытын, мерзімін өзін арнайды. Ондай ата-аналар, ондай аналар өте көп. Аружан қызыңыз не деді бір серияда?
Сонда әйел адам деген өзін жұмысқа емес, Отбасына арнау керек па деген сұрақ қойылды. Неге? Әрине. Сіз не деп жауап бердіңіз? Мен айттым, әрине қызым айттым, Аружан. Мүмкін менің әпкемнің өзінің жұмысы, өзінің коллективі, өзінің жақсы көретін сүйікті ісі бар шығар. Ақеркенде өзінің сүйікті ісі бар шығар. Бірақ ананың бақыты ол отбасы. Бірақ бұл сабақты нашар оқысын деген сөз емес. Иә. Дұрыс айтасыз. Ал өмірде де осы ұстанымдасыз ба сіз? Әрине, әйел бақыты ол сәби кезінен бастап қуыршақпен ойнайды, бесік тербетеді, өйткені ол әйелге тән қасиет. Әрине, мен тұрмысқа шыққансыз ба сіз? Отбасын құруға әлі тұрмыста емеспін, бірақ ол дұрыс деп ойлаймын. Жарайды, рахмет. Ақерке, сіз жақында ғана тұрмысқа шықтыңыз. Иә. Құттықтаймын сізді. Ақерке енді кейіпкердің есімі, енді осы сериалдағы кейіпкерге байланысты өте бір жала жапқан, ауылға масқара болып кеткен қыз қалаға келіп әпкелерінен қаншалықты қолдау тапты? Жалпы кейіпкерімнің барлық өмірі әлі алда. Бұл телехикаяда түрлі оқиғалардан өтеді, қиындықтардан, қызығы да болады, қиын жерлерде болады. Жалпы ауылда ондай адамдардың екіжүзділігін көрмеген, ауылда бәрі бір-бірін таниды, бәрі жақсы араласады деп айтсақ болады. Бірақ қыз жолының жіңішкелігін осы кейіпкерден байқадық біз, иә? Бір сыбыс, бір өсек қана, жаңағы Ақеркенің өмірін бітшін шығарып, енді ауылдан қашып кетуге тура келді. Онымен қоймай, қалаға, үлкен өмірге, үлкен қалаға келеді, онда тағы жаңа адамдармен тағдыр жолықтырады, жаңада екі жүзді алдайды, ақшасын тартып алады, ұрлықшылар кездеседі, әртүрлі сондай жағдайларға мен. Ал өзіңізде тағдырыңызға өсектің әсері болды ма? Өсек? Енді актрисасыз ғой сіз. Жалпы өнерде жүргесін, енді майда-майда өсектер, әңгімелер айтылады. Бірақ өміріме әсер ететіндей болған жоқ дейміз. Шүкір. Жақсының артынан міндетті түрде сөз еретті. Біреу көре алып айтады, біреу көре алмай айтады. Көре алмай айтады. Жақсының соңынан сөз ермей қоймайды. Ал кейде ғайбат айтылған, тіпті саған қатысы жоқ айтылған сөз еруі де мүмкін. Жаңа ана сериал бойынша сол үшін ауылға кетіп қалды ма? Ауылдан қалаға кетіп қалды ма? Ауылдан қалаға кетіп қалды. Ауылда сөз басталды ғой. Жақсы. Мен сияқты адамға жаңағы мен ана қарақатты сонша жақсы көруім арқылы, көрінген жерге жаңағы қарақатты соңынан итеріп отыруым арқылы, мысал үшін менің қаршадай кезімде деп айтайыншы. 4-ші курс оқып жүрген кезде жатақхананың басшысы болдым да, қарақат менің соңымда 1 жыл жатақханада жүрді. Енді өзде сөз еретіндей де жөні болды. Енді кез келген адамның соңынан қыз жүрмейді ғой. Содан мен енді өзі оқуға кеш түскен адам, енді бір уақытта соңынан кішкентай қыз еріп жүргесін айтты ма? Әйтеуір, ойбай, қымбаттың андай қызы бар екен. Қызы бар екен соңында деген сөз естіді. Бірақ мен оны түсінген жоқпын. Сонда қараңыз, конкурстан құлаған күні ауылға кетіп қап, мектепте мұғалім боп, мектепте вожатый анау мынау боп, ауылда жұмыс істейтін адаммын. Ауылда. Сонда мен 4 жыл солай ауылда мектептен келдім. Иә, оқуға түскенше. Сонда мен ауылда жүріп қыз тапқанмын ба жаңағы? Нешеде сол кезде қарақат? Ол 4 жаста, тура жаңа менің емен ұқсас өзі, 4-5 жаста. Кез келіп тұр ғой сонда. Мен 4 жыл оқуға түспей келгем, өзі келеді бұлай. Ал енді, онда мен айтам, онда қарақаттың соңынан Инабат деген қыз бар. Оны да маған бере саңдар, енді Казгуде жүрмін ғой, Алматыда жүргенде тағы біреуін тауып алайын деймін ғой. Кейде бір орынды, кейде орынсыз сөз ереді. Ал бірақ сол сөздің бәріне ешқашан үй түрді керуен көшті деп қарауға болмайды. Қайта сен сол сөздерден сен ылғи өзіңе сабақ алып жүруің керек. Сонда ана сөздің өзі бұлай шын болмалса да қисынға кеп тұр ғой. Қисынсыз өзі. Сондықтан шама келгенше бұл қыз бала бейшараның жолының жіңішкелігі соншалық
иә, тар жерден біз таза өтуіміз керек екен ғой. Таза өтуіміз керек екен. Мен мына қыздар туралы айтайын деп тұрмын, біздің Баян туралы. Осы мені сіздерге айтып отырған әңгімемнің барлығы. Бұл екеуіне осы неде оқып жүргенде, институтта жүрген. Үшеуі де сізде оқыды ма? Иә, Жүргеновте оқыған. Баян кішкене ертерек бітірген, Банушка кішкене кейінірек бітірген. Екеуі де білдей екі театрдың героинесі. Баян Алматыдағы Әуезов театрының героинесі, неде академияда Жүргенов атындағы мұғалім, өзінің курсы бар. Ардақты ана, бір ұл бір қызы бар. Құдайға шүкір, семьясы бәрі орнында. Өйткені мен ойлаймын, оның барлығы неден? Осы бірінші курсқа келген кезде тәрбиелілігі көрініп тұратын. Сонда мен өзім ойлайтынмын, мынау тәрбиелі қыз екен. Сосын бізде экзамен деген болады. Ол күндегі оқу бөлек та, экзамен деген басқаша. Ол енді бізге праздникларға, бір мереке той. Сон жай жүрген ғана қыз Баян. Күндегі шалбармен жай ғана киіммен экзаменға киініп, ұзын көйлек киіп, қып-қызыл көйлек көз алдымда әлі. Бүгін ұзын киіп отыр. Шыға келгенде мен ойладым. Сосын бұл кісілердің Татьяна Касымовна Наурызбаева деген мұғалімдері болды. Көпті көрген, Москвада оқыған, өте білімді мұғалім, марқұм болып дүниеге кетіп қалды. Сол кісі мынау біздің Баян ба деді. Мынау Баян, мінекей, 1-2 жылдан кейін екінші курста ол. Әлі есімде. 2 жылдан кейін мінекей дайын актриса болайын деп тұр. Сол кезде жаңағы болар бала деген. Қазір мені Құдайға шүкір театрда да героиня, көп героиняларды ойнады. Бұлардың қалай оққандарын айтайын. Керемет жақсы оқыды. Просто енді дайын тұрған актриса десем, бірақ та оқу керек қой 4 жыл. Сосын бір күн маған қарсы келіп сабаққа келмеді. Сосын мен ойладым, экзаменнің алды ма, экзамен ба? Прогон. Экзаменнің алдындағы дайындық. Келмеді сабаққа. Сосын келмеді, сосын неғып келмедің деп сұрасам, жағдайларын айтып бірдеңені бүйтіп, сосын қып-қызыл дипломға келе жатқан бала ғой. Ойладым, мына баланы тоқтату керек. Көп мақтап жіберген болуым керек. Сосын алдым да 3 қойдым. Әлі ренжулісіз бе? Жоқ, ренжіген жоқ. Содан мен, мүмкін соның менің пайда болған шығар. Содан бұл балаға қызыл диплом берілмей қалды. Бұйырмады сізге қызыл диплом. Бірақ өзіне үлкен сабақ болды деп ойлаймын. Қазір өзіңіз өкінбейсіз бе, 3 қойып қойдыңыз? Өкінем. Бірақ мен білген жоқпын ғой. Мен ойладым. Мен оны бір қастандықтан, осының жолын бөгейіндік ойладым. Мына баланы мен тоқтатуым керек, әйтпесе кетіп бара жатыр екен деп, әлгі звездный болезнь дейді ғой. Курста қып-қызыл отличница, мен өз қолыммен бұны өсіріп атсам, бұл маған қарсы келеді. Қайта студент кезінде сол жұлдыз аурумен ауырып алды ғой ең басы. Иә, өтіп кетті. Қайтадан шықпайтын шығар енді. Қазір енді Ақтау театрының білдей героинесі. Сіз 3-пен бір прививка қойып қойдыңыз, енді ауырмайды бұл. Қазір Ақтау театрының білдей героинесі. Рахмет, Жұман үлкен ханым. рөлдерді Баян ханым, сіз қыз тәрбиелеп отырсыз. Жаңағы айтылған әңгімеге қосыласыз ғой. Ең бастысы аяулы ана, сүйікті жар тәрбиелеу керек қой. Мен бір ұл, бір қыз Аллаға шүкір өсіріп отырмын. Ұлым жасы 12-де, қызымның жасы 8-де. Жаңағы айтып өткенде еңбекке баулу керек деп. Біз енді қалада тұрып жатқаннан кейін жаңағындай қалада еңбек жұмыс көп табылады ғой. болмайды. Дәл ауылдағыдай жұмыс көп емес. Бірақ дегенмен енді қазіргі үйде мамам бар. Анам мен күні түні жұмыста жүргенде, іс сапарда жүргенде көбіне мамам қарайды балаларға. Әзірге үй жұмысының бәрін осы уақытқа дейін тек қана ұлым істеп келген. Қызыңыз 8-ге кетіп қалды. Кішкентай. Енді қызымды енді тәрбиелеп жұмысқа баулып бастадым. Енді араластырып жатсыз, иә, жұмысқа? Әзірге шаң сүрту, сосын нәски жуумен айналысып жатыр. Өзінікін ғана жуатын шығар? Кішкентай қолымен. Әрине. Қызға 40 үйден тыйым деген мақалды енді біз өзімізді солай тәрбиелеп өсірген. Менің анам ешқашан бізге дауыс көтеріп ұрсып көрген жоқ, себебі менің мамам түрі сұсты өзі. Содан мамамның бір қарағаннан ақ қоя қоямыз.
Енді бірінші ата-ана тәрбиесін береді дейді. Одан кейін біздің ұстаздарымыз. Осы жерде Баян екеуміздің сүйікті ұстазымыз, Жұмагүл апайымыз, сізге үлкен алғыс. Бізді еркелеткеніңізге, бізге тәрбие бергеніңізге, жақсы көргеніңізге, адал болуға үйреткеніңізге, Қойған үштігіңіз үшін. барлығыңыз үшін сізге тек қана алғыс. Біз сізді жақсы көреміз. Жаңа Баян екеуміз бөлінбейік деп, менің ұстазым дейді. Екеуміз апалы сіңіліміз ғой осы қыз жолында. Екеуміз бірге ортақ бір гүл алып беріп едік сізге. Сізді жақсы көреміз. Керемет сәт. Қандай жақсы. Ой, жандарым. Жақсы. Алла разы болсын. Міне. Сіздің ұстаз ретінде еңбегіңіздің ақталғаны мінеке. Еңбегіңіз жансын. Бұдан да көбірек жақсы шәкірт тәрбиелеңіз демекпін. Бүгінгі көтерілген мәселе бәрімізге де өте маңызды, себебі қыз тәрбиелеп отырмыз, сіз де қыз тәрбиелейсіз, Құдай қаласа. Сондықтан да болашақ ананы, болашақ жарды тәрбиелеу үшін бәріміз күш салуымыз керек. Қыз жолы жіңішке деп айтып өттік мінеке. Осы аттас телехикаяның кейіпкерлерін де бекер шақырып отырған жоқпыз. Өздерінің де пікірлерін естейік десек, бүгін жауабында алдық. Рахмет сіздерге, еңбектеріңіздің жемісін көре беріңіздер. Біз болса телехикаяның басқа да серияларын асыға күтеміз. Рахмет. Сөз кілт сияқты. Дұрыс таңдаса кез келген жүректі ашады. Олай болса жігіттерге құлақ қағыз. Қарындасыңыз, болашақ жарыңыз, анаңыздың қабағына қаяу түрмеңіз. Анаң иманың, жарың, жиғаның. Олай болса бүгінгі бағдарлама тәмам. Біздің үйге келіп тұрыңыздар, қызық көп. Көз алдымда тілі шығып, көз алдыма жаман нәрсе елестеді. Мен әлі терезеден қорқамын. Соны керек. Мен сезіп тұрмын, мен қазір талайын деп тұрған сезіп тұрмын да, өзім бірақ ұстап отырмын кәдімгідей. Айнаға қарауға болмайды деп жаңағы сүртініп атсам, мына перденің жоғар жағында бір адам тұр. Құдай, Жоқ. Бұл бағдарламадан кейін мен бүгін ұйықтай алам ба? Айнаға қарай алмаймын, терезеге қарай алмаймын. Сол жыланды көрсем, үстіме бір су құйып жүрген сияқты. Мен ештеңеден қорқпаймын. Өйткені қорқатын нәрсенің бәрі менің өмірімде болған.